Сәлем, Нирваль қайып жинап жатыр. Ашылғанда бір апта болды, фармит етіп отқан уже 1 миллион адамнан асты. Қай жерде көп назар болады, сол жақта ақша болады демекші, біз де назарымызды салып елден қалмайық. Не айтып жатырмын десеңіз, біз поверженный дроп от Near протокол Nirvаль жайлы айтып жатыр. Осы видеода ход монетасы биржаға шыққанда қанша доллар болатынын болжаймыз. Айта кетейін, ход токенін біз қазір тегін фармит ететін боламыз, және листингға шыққанда смело долларға ауыстырып, кейін Каспий Голдқа теңгелей шешіп алатын боламыз. Қарап тұрсаңыз салымсыз түрде. Бейнероликтің басында айта кетейін, көпшіліктің болжамы бойынша және инфомонитор бойынша бір ход токеніміз $1000 тең болуы мүмкін. Пайдалы видеороликтарды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сонымен достар, бірден іске көшеміз. Токен Hotcoin уже блокчейнда бар, ал бұл 100% ген десек те болады. Экранды көріп тұрғандай токеннің саны 674 мың бар, ал бұл 1 миллион адамға аз деп ойлаймын. Бірақ бұл мен тоқталмайды, күннен күнге токен саны өсуде. Холдерс басында айтып кеткендей 1 миллион адам токен Hotcoin'ді сіз тікелей Telegram боттан кошелекқа фарм арқылы табатын боласыз. Ал бұл дроп болып саналады. Кеттік Телеграмға өтейік. Мен Телеграм группама өтесіздер, сілтемесі описанияда тұр, одан кейін жоғары жақта кішкене көтерілеміз. Мына постты тауып аламыз, мына listing hot at Near протокол, яғни бұл жақта бірінші создать кошелек деген осы батырман басамыз. Кошелек Near дегенді и окей дегенге кіреміз. Қазір сіздерде новый аккаунт ашылатын болады, мына create new account, create. Бізде процесс жүріп жатыр, күте тұрамыз. Бастапқы мәзір ашылғаннан бастап бізге уже майнинг жасауға кіріс деген сияқты қылдар көрсетіп тұр. Яғни claim деген басамыз, фарминг кетті бізде. Near кошелектің басты мәзіріне өтсек, мына жақта бізде не көрсетілген? Астында портфолио бар, яғни ход сіздің монетасы көрсетілген, қанша балансыңыз бар. Яғни осы жақта сіз жинайсыз портфолиоға, потом оны айтып кеткенде USDT-ға кейін ауыстыратын боласыздар. Near бұл жақта шексіздік майнинг жасағыңыз келсе, онда Near-ға толтыру керек. Ал егер де тегін түрде, салымсыз түрде сіздер бұл жақта фарм жасайтын болсаңыздар, онда кішігірім өздерінің лимиттері бар. Мынау сіздің основной кошелектің балансы. Яғни сіз пополнение жасаған кезде ол жақта сіздің счетыңыздағы сумманы көрсетіп тұрады. Сізге ең бастысы ортадағы мәзірге назар аудару керек. Яғни сіздің аяқта 10 жазда майнинг жүріп жатады. Кіресізде мына жақта claim not деген басасы и болды. Мына Telegram ботты жабыстасаңыздар да болады, шығып кетсеңіздер болады. Өзі автоматически бұл жақта фарминг жүріп жатады. И есіңізге түскен кезде қайтадан Telegram группаға кіресіз, мына жақта қайтадан ссылканы ашасыз и мына сізде жүріп жатқан көрсетіліп тұр. Төмен жаққа қарасаңыз 3 кнопка тұр, яғни Gas, Boost and Friends. Газ өзінің лимит бар, яғни сіз әр 2 сағат сайын фарминг етіп отыра аласыз, бірақ та уақытыңызды өзгертсеңіз болады. Бұл жақта мынандай заданиялар бар, яғни YouTube-ға тіркелу керек, Twitter, Instagram-ға тіркелу керек деген сияқты. Егер де сіз мына жақта депозит Near деп көрсетіліп тұр, бағана айтып кеткенде, егер пополнение жасайтын болсаңыз, и потом сіз бұл жақта газға төлейтін боласыз, бірақ газ бұл жақта копейки просто 0,01 цент па сондай. Сіз $1 құйсаңыз, бұл жақта $1 500 фармит еткенге жетеді. Сондықтан бұл енді 500 сіз бітірем дегенше уже листингқа бұл токен шығып кетеді. Екіншісі бізде Boost бұл жақта сіз өзіңіздің фармингіңізді күшейтетін боласыз. Яғни сағараңыз 0.2 токенға мына жақта екінші левелға өтсеңіз болады. Бұл жақта уже сіздің тапқан табысыңыз көбейетін болады. Тоже екінші левелді көтеретін боласыз. Мына жақта үшінші миссия орындау керек. Миссия жайлы мен қазір өзімнің основной аккаунтымнан көрсетейін. Мысалы, мына жерде көрсетілген өзінің Near Wallet-тің приложениясын сіз Play Market-ке немесе App Store жазып алып, потом телефоныңызға жүктейсіз. Одан кейін сіз өзіңіздің кошелегіңізге кіресіз. Seed фраза арқылы. Seed фразаны қалай алу керектігін қазір көрсетіп кететін болам. Қараңыз, мына осылай комплект етіп шығады. Мысалы, рефералдар шақыру керек бұл жақта. Мысалы, бұнда тексеріп бере аламын қазір. Сіз мысалы реферал шақырыңыз, одан кейін астына кнопканы басасыз. Мен рефералды шақырдым, қазір ғана міне сіздер новый аккаунт ашқан кезде өздеріңіз көріңіздер. Яғни бұл уже бір адам болып маған саналады. Go-to-итойын басам, все, маған тоже птичка саналды. Енді бұл жақта 0.5 Near пополнение жасау керек, плюс 1 USDT құю керек. Бірақ та біз салымсыз ақша табатын боламыз, сондықтан бұл жаққа бұл миссияны орындамаймыз. Өйстіп сіздер левелдарыңыз көбейтетін боласыздар. Қазір сәтте менің счетымда 0.22 ход токен бар. Қазір мен тағы да claim not жасасам болады. Фарм сәтті кетті. Енді қазір қалай seed фраза алу керектігін көрсетіп кетейін. Мына жақта настройка кіресіз.
и мына екінші тұрғанын басасыз, и міне сіздің сид фразаңыз тұр. Осыны скопировать етіп аласыз да, мына жақта көрсетілмейді, потом бір жерге ставить етесіз де, и кошелька кірген кезде каждый сөзді сіз жазып өзіңіз кіретін боласыз. Бұл сид фраза міндетті түрде өзіңіз бір жерге сохранить етіп қойыңыз, кейін мүмкін кім біледі жоғалтып алсаңыз, сол кезде осы сид фраза арқылы кіретін боласыздар. Және төменгі постқа қарасаңыздар, мына жақта команда, әр адамға команда ашылды. Не үшін команда ашты? Өйткені осы бір аптада результат бойынша 1 миллион адамнан асып кеткеннен кейін бұл жақта өздерінің арасында жарыс ұйымдастырды. Яғни каждый адам командаға бөлініп дегендей. Қайта новый аккаунтқа өтейін. Команда қосылу үшін ссылканы басасыздар. Окей. И мына join дегенді басасыздар. Яғни сіздер каждый раз майнить еткен кезде 5% кэшбэк сізге берілетін болады. Команда қосылдыңызда, қосылмаңызда, оның осы жоғары жақтан көре аласыз. Осылай достар, қазір сәтте күнделікті фармить етіп, өзіңіз бағана ход токенді жинаңыз, кейін листинг жасап, өзіңіз нормальный сум ақша шығарамыз деген бәріміз үмітте отырмыз. Телеграм группа тіркеліңіздер, ютубтан тыс ақпараттар осы жерде шығып тұратын болады. Міндетті түрде тіркеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен мен болған Апо, келесі көріскенше достар.